Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз әліппе пәнінің 4-ші сабағын бастаймыз. Сөз: мен әдепті баламын. Егер сізге ұнап жатса, қоңыраушаны басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал енді балалар, мына суретке қарайтын болсақ, суретте не бейнеленген айтыңыздаршы? Суретте нан сататын наубайхана бейнеленген. Сатушы қыз балаға нан сатып тұр. Оған қыз бала ақшасын санап беріп жатыр. Сөрелерде нанның түрі тұр. Сағат 9-ға 10 минут қалды. Әрі қарай қарайтын болсақ, таяқпен келе жатқан атаның көзілдірігі жерге түсіп кетті. Оны көрген бала атаның көзілдірігін алып беруге көмектесіп жатыр. Ата сол орайда өзінің ризашылығын білдіріп тұр. Балалар, осы орайда әдептілік деп нені айтамыз? Әдептілік тәрбие белгісі. Жұрт алдында әдептілік сақтау мәдениетті болудың басты белгісі. Мәдениетті адам ешқашан дөрекі мінез танытпайды, жат қылық жасамайды. Әдепті бала қоқыс тастамайды, үлкендерге дауыс көтеріп сөйлемейді, жолдарын кеспейді. Ал енді сөз дегеніміз не екенін айта кететін болсақ, сөз дегеніміз заттың, түрлі құбылыстың, қимыл-әрекеттердің атауы. Әрбір сөзді білдіретін жеке ұғымы болады. Мысалы, парта сөзін алатын болсақ, парта ағаштан жасалған оқушының мектептегі құралы, отыратын орны. Ал енді балалар, мына дүкенде бейнеленген 3 заттың атауын атайық. Ең бірінші ол нан. Нанды барлығымыз білеміз. Ол әр үйдің үстелінен табылатын ең басты тағам. Екінші тұрған зат сағат. Сағаттың түрлері бар. Мысалы, қол сағат, қабырға сағат және әр адамның ұялы телефондарында да сағат болады. Үшінші тұрған зат көзілдірік. Көзілдірікті көзімізге киеміз. Оны көбінесе көзі нашар көретін адамдар киеді. Және де көзін күн сәулесінен қорғау үшін киеді. Ал енді балалар, мына бейнеленген қарындаштардың түстерін ажыратайық. Бірінші жасыл түсті қарындаш. Одан кейінгі сары түсті. Үшінші тұрған қызыл түсті қарындаш. Төртінші қарындаш көк түсті қарындаш бейнеленген. Ал балалар, бүгінгі 4-ші сабақ аяқталды. Егер сізге ұнаса, ұнайды деген белгіні басып кетіңіздер. Комментарияға тағы қандай пәндер қызықтырады, қандай пәннен көмек керек жаза кетіңіздер. Келесі кездескенше.